Сәлем менің көрермендерім. Менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар, подписка жасап қойыңыздар. Дәл осындай керемет және жеңіл рецепт, өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын медовик тортын сіздермен рецептімен бөлісетін боламын. Дәл осылай жасап көріңіздер, сіздерде міндетті түрде шығатын болады. Өте керемет шаймен, жұп-жұмсақ және өте жеңіл жасалады. Оған бізге 2 жұмыртқа керек болады. Сахар, сода және маргарин, яғни сливочное масло. Және бал керек болады, қыздар. Жұмыртқамызды бірінші езіп аламыз. Осындай шұңғылды отыз алыңыздар. Ыңғайлы болады. Сіздерге араластырғанда да ыңғайлы болады. Содан кейін сахарымызды салып жақсылап араластырамыз. Сахары шама келгенше езілуі керек. Содан кейін бір қасық, үлкен қасықпен бал саласыздар. Көрдіңіздер оқығанда. Менде бал деген Башкирияның балы, натуральный. Жақсылап араластырамыз. Содан кейін майымызды араластырамыз. Біркелкі болу керек, қыздар, қараңыздар. Үйдің жұмыртқасы сап-сары. Және майымызды осылай комнатный температурада тұрған майды осылай жақсылап араластырып езіп аламыз. Содамызды қосамыз. Уксус қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Негізі мен мүлдем қоспайтын уксусты осы жолы қосып көрейінші деп қостым. Өте керемет шықты. Сіз қоспасаңыз да болады. Және ұн саласыздар ішіне. Жайлап қатты болып кетпеу керек. Жайлап араластырып илекпен илеп салсаңыздар өте керемет воздушный болып шығады. Тестомен дайын болды, жауып қоям бетін. Иі қанғаннан кейін осылай нешеге бөлесіздер, қараңыздар. Қанша шығады сіздерде? Примерно осылай 4-5 корж шығады сіздерде. Бәрін қолымызбен формаль дөңгелектеп ыңғайлы қылып табамызды майлап қойдық. Бір рет майласаңыздар жетеді, содан кейін майламаңыздар. Сала бересіздер. Өте эластичный, керемет болып шықты, қараңыздар. Мен біреуге екеу сыйдырамын. Менде екеу сыйды. Противень ішіне. Қыздар, қараңыздар, алып шықтым. Тез піседі, қарап қойыңыздар. Қып-қызыл болып кетпесін, қаттақ болып кетсе де етпесе. Сарғыштау болғаннан кейін ала берсеңіздер болады. Жан жақтағын лақтырмаймыз. Үй ішіне беріп қоймаймыз жегізуге. Ол бізге керек болады. Екіншісінде алып шықтым. Осылай тарелканың ізімен дөңгелетіп кесіп алдық. Міне, қыздар, барлығын жанында корждарын барлығын осылай блендерға салып мен ұнтақтаймын. Барлығы дайын болды, 5-еуі де. Енді кремін жасайтын боламыз. Креміне сливочный масло саламыз. Содан кейін сгущенка жақсылап араластырып аламыз. Тортымызды жинайтын боламыз. Қараңыздар, өте керемет болып шықты, сап-сары, жұп-жұмсақ. Тортымызды жинайтын боламыз. Кремімізді жағамыз. Әдемілеп, жақсылап. Мол болса, өте керемет болады. Молырақ қылып жақсаңыздар болады. Осылай барлығын жинайсыздар, қыздар. Өте керемет болып шығады. Сіздер жасап көріңіздерші. Жасағаннан кейін маған лайк басып қойыңыздар. Қыздар, қараңыздар, мен блендердан өткізіп қойдым жаңа корждардың жанындағы ойып алған. Қазір мен үстіне шашатын боламын.
өзіңіз білесіз қалай әсемдесеңіздер де өз еркіңізде. Мен осылай барлығын жанына да жақтым, үстіне де жақтым, в общем қалдырған жоқпын. Бір ашық жерін қалдырған жоқпын. Қараңыздар, керемет болып шықты. Қалып қойды, крем де қалды, корж да қалды. Мен одан муравейник жасап тастаймын шайға. Қараңыздар, керемет муравейник болып шықты ғой. Шаймен отырып рахаттанып ішем ғой. Сіздер де олай қалып қойғанда осылай муравейник жасап тастаңыздар. Өте керемет, дәмді шайға керемет болып шығады. Тортым дайын болды, қыздар, қараңыздар. Енді мен өзімнің бақшамда егіп шығарған свежий малинамен әсемдейтін боламын. Себебі мен балдарым малинаны өте керемет жақсы көреді. Өздеріңіз білесіздер, қалай әсемдесеңіз, тіпті қоймасаңыз да болады. Мен жай балдарды қызықтыру үшін осылай бетіне толтырып қойдым ғой. Қараңыздар, керемет болып шықты. Бір жағына да қоюға болады малинаны. Қараңыздар қыздар, жұп-жұмсақ, тәп-тәтті және тез жасалады ғой. Рецептісі өте оңай қыздар. Дәл менің рецептіммен жасап көріңіздер. Өкінбейсіздер. YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар қыздар. Подписка жасап қойыңыздар. Үнемі сіздермен ерекше рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Шаймен өте керемет кетеді бұл торт деген. Астарыңыз дәмді болсын. Экомама рецептімен жасап көрсеңіздер, өте дәмді торт.